балалайк ток-шоуның кезекті шығарылымында сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі ток-шоуымыздың ең басты мәселесі баланың өзіндік іс-әрекетін дамыту үшін қандай әдіс-тәсілдер қолдану керек екенін арнайы мамандарымызбен балалайкта талқылайық. Бүгінгі мамандарымыз бірнеше жылдық тәжірибесі бар Жақсыбек Күнімай және Омаржалина. Келгендеріңізге көп рахмет. Келесі студияда келген қонағымыз арнайы мамандардың кеңесін алу үшін Бибинур есімді анамыз және 3 жасар қызы Қорлан келіп отыр. Ең алдымен мәселені нақтылап алу үшін мамандармен бірге экранға назар аударайық. Мына қыз әлі отыр ғой. Тұр, балабақшаға барамыз. Сумкаға заттарыңды салып, аяқ киіміңді киіп, дайын отыр. Мен такси шақырамын. Осының бәрін өзім істеуім керек пе? Балам неше байланбаған, салмақтарым әлі ілінбеген. Осының бәрін өзім істеуім керек па? Маған кім көмектеседі? Құрметті көрермендер, бейнероликті байқағандарыңыздай, анасы жұмысмасы болғандықтан баласына көп көңіл бөле алмайды. Осы тұста арнайы мамандарыңыздан анаға қандай кеңестеріңізді, қандай әдіс-тәсілдерді ұсынасыздар? Барлықтарыңызға сәлем, сөз бергендеріңізге рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы енді Бибинур ханым, баламен жағдаятты көріп отырмыз. Жағдаятта жалпы сіз балаға көңіл бөлмейсіз. Енді мойындау керек, сіз көбінесе жұмыс басты екенсіз. Бала өз-өзіне қызмет көрсете алмайды, өзіндік іс-әрекеті әлі қалыптаспаған. Жалпы айтар болсам, осы тәжірибе бойынша 3 жастағы қызда, Қорлан жасы 3-те, 3 жастағы қыз балада өзіндік іс-әрекет бұл қалыптаспауы негізі қалыпты жағдай. Жалпы енді сіз мүмкін үйде тапсырма бермеуіңіз мүмкін, немесе бір қаталдық танытуыңыз мүмкін бір Қорлан бір нәрседен бір үрейленетін шығар, қорқатын шығар, осындай факторларды әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар балаға ең алдымен сіз үйде тапсырма беріп, сонымен қатар өз-өзіне көмек көрсететін, өз-өзіне қызмет көрсететін нәрселерді сіз қолжетімді етіп қойып қоюыңыз керек. Және бір белгілі бір алгоритм болу керек. Мысалы, қол жуудың өзін қарапайым алсақ, қолыңды жуасың, сабындайсың, қолыңды сулайсың, сүртесің деген сияқты 3 жасар балаға өте жеңіл алгоритм алуыңыз керек. Және осы орайда сіз қызыңызға ең алдымен өте көп көңіл бөлуіңіз керек. Тәрбиешілерден гөрі бұл жерде сіздің қолдауыңыз да, үйрететін көмегіңіз де бала үшін зор үлес болып табылады. Сәлеметсіздер ме? Тағы да айта кетерлік жайт, бізде ең алдымен үлгі көрсету, яғни ересек адамның кіші балаға үлгі көрсетуі. Яғни бала бізде үлкендерге еліктеу арқылы өскендіктен осылай үлгі көрсетуіміз керек. Яғни азында тұрған кезде қол жууы, тісін жууы, төсек жинауы, сумкаға заттарын салуы деген секілді ересек адам бірінші көрсету керек, ал соны балаға асықпай түрде жетілдіру керек. Егер де бала қателескен жағдайда оған ұрыспай, ұрмай түсіндіруіміз керек. Айта кетерлік жайт, ересек адамның кіші балаға үлгі көрсетуі. Яғни кіші бала бізде тек сөзбен ғана емес, іс-әрекет көрсету арқылы үйренетін болады. Солардың ішінде бізде қол жууы, азында тұрған кезде жуынуы, төсек жинауы, балабақшаларда киетін киімін кие алуы деген секілді дағдыларды қалыптастыру. Яғни бұл кезде сіз балаға кәнеки ки емес, кәне бірге ки, мен де киемін деген секілді үлгі көрсету арқылы солай қалыптасатын болады. Және де балабақшадағы тәрбиешілерге барлық жүктемені артып қоймау. Яғни балабақшадан үйренеді, мен баламды балабақшаға беріп жатырмын, болды, дағуанатын болады ғой деген секілді ойды алып тастау. Яғни балабақша мен ата-ана, отбасы арасында қарым-қатынас жақсарса, балада тұлға болып қалыптасуына, өзіндік іс-әрекетті дамытуға тез қалыптасатын болады. Сіздердің айтқан ақыл кеңестеріңізге, пікірлеріңізге көп рахмет. Бұл біз үшін пайдалы болды, және де біз қызымыз екеуміз бұл айтылған пікірлерді болашақта ескеріп, өз іс-әрекеті барысында қолданатын боламыз. Және де осы тұрғыда менде сіздерге тағы бір сұрақ туындап тұр. Яғни мен үшін және қызым үшін бұл өзіндік іс-әрекет дағдыларын қалыптастыру ерте жастан қаншалықты біз үшін пайдасы бар, және де қаншалықты маңызды екенін айтып кетсеңіздер, қызымыз екеуміз үшін. Орынды сұрақ, балаға өзіндік іс-әрекетті ұйымдастырудың пайдасы. Бала өз-өзіне сенімді, дербестік іс-әрекетті қалыптасатын болады. Яғни бізде дербестік іс-әрекет дегеніміз үлкендердің көмегінсіз жасалынатын іс-әрекет. Жалпы бала бұл жағдайда шешім қабылдауды үйренетін болады, достармен қарым-қатынас орнатуы жақсаратын болады. Балабақшада да
өмір сүруге еркін болып бейімделетін болады. иә, осы орайда мен Күнмай ханыммен толықтай келісемін. Ең бастысы балаға, 3 жасар балаға өзіндік іс-әрекетін қалыптастыру үшін ата-ана, тәрбиеші және бала осы үштік болса, өзіндік іс-әрекет балада әлбетте қалыптасады. Ең бастысы принциптер балаға көрсету, үлгі көрсету, өзіне ол тапсырманы жасату, баланы қолдау және де ол тапсырманы қайталату арқылы баладағы өзіндік іс-әрекетті қалыптастыра аламыз. Бізде келесі осы өзіндік іс-әрекетті ұйымдастыруға арналған әдісіміз бар. Бұл бізде Петр кітапшасы деп аталады. Бұл кітапшада бізде жаңағы видеода көріп кеткендей қорлан қызымыз замогын өзі іле алмау, бауын байлай алмау деген секілді жағдайлар болды. Сол жағдайларды шешу мәселесіне Петр кітапшамызда замокты сырғыту, бау байлау деген секілді, түйме қадау деген секілді ойындар бар. Яғни бізде мектепке дейінгі балада ойын жетекші іс-әрекет болып табылғандықтан, ойын арқылы осы өзіндік іс-әрекетті ұйымдастыру кітапшасын жасаған болатынбыз. Осы әдісті пайдаланып көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерге көмектесетін болады. Осымен осы ток-шоуымызды қорытындылай келе, мен яғни осы балалардың өзіндік іс-әрекетін өз мойныма сіңіре алдым. Осымен қорытындылай келетін болсам, баланың өзіндік іс-әрекетін дамыту оның тұлғалық қалыптасуының негізгі алғышарты болып саналады. Яғни, сондықтан да біз балалардың, яғни бірлескен ата-аналар немесе мамандар арқылы бірлескен іс-әрекеттер жасау арқылы басты міндеті, яғни өз бетінше балалардың іс-әрекетін дамытып, яғни оған белгілі бір бағыт бағдар беру болып саналады. Осылай балалықпен бірге талқылайық. Бүгінгі мамандарымыз бірнеше жылдық тәжірибесі бар Жақсыбек Күнімай және Омаржалина. Келгендеріңізге көп рахмет. Қандай артық салмақтан қалай құтыламыз деген сауалдарға сала мамандарымен бірге толыққанда жауап іздейтін боламыз. Таныс болыңыздар. Облыстық жастар денсаулығы орталығы директор орынбасарының міндетін атқарушы Мазғоша Гүлназ және аталмыш орталықтың валиолық маманы. Келесі студияда қонағымыз Алматы қойыңызшы. Мотор! келесі студияда қонағымыз Мен тағдырымды сен қорлағаның үшін жауап бересің ме? Достар, кабинет алмасып кетті, трекинг. өте қиын жағдай. Қызым,